Тарих бархулла өз қойнында сырларды сақлайды, бірақ олардың ең тереңлері көбінесе шауқымлы уақияларда емес, ал инсан тұрмысының тыныш мүйішілерінде жасырынған. Хаяллар әсірлер дауымында өзлерінің көзге көрінбейтұғын сенім хәмде рухилық әлемлерін жаратқан жерлерде. Хәммен нәрсе еркеклерге бойсындырылған жәмиетте олар басқа жолларды тапқан. Қосқылар, дуалар, жиналысылар хәмде мәресімлер арқалы. Бұл қозғалаң емес, ал сана сезімлерге тәсір етуші тыныш бір күш еді. Бұл әмелерде хаяллар тек қана үй сақшысы емес, ал дүниялық хәмде мұқаддес нәрселер арасындағы дәлдалшы уазипасында атқарған. Олардың сөзлері қайғыны жеңілдестірер, мәртлікке ілхамландырар, ямаса үмітсізлікке тәселі берер еді. Көпшілігінің аты ұмытылған болса да, олардың келбеті атын айы рухи ұстаз, хаял данышпанлығы хәмде иман зенімнің тымсалы спатында сақланып қалған. Бұл әпуайедін хақындағы гүррің емес, бұл рухтың қадағанлар хәмде шеклеулер шариатында аман қалу хақындағы әжайып қысса. Демек, бұл шегара білмейтұғын күш хақында. Бүгін біз орайлық Азия рухи тарихының жасырын бетін, ғаял қызлардың діни әмелияты хәмде атын айы хадисесінің тарихын өзіміз үшін ашамыз. Жайхунның ілімге толы суларына сүңгуге таяр болсаңыз, біз басладық. Тарих көрсетеді, жабық жәмиетлер діни экономикалық тарептен артта қалған яқы кризиске ұшыраған болсын, психологиялық қоллап қуатлау топарларының өз-өзінен қалыптасу үшін қолайлы орталық болып қызмет еткен. Әдетте бұндай жәмәтлерде иерархиялық система жүзеге келіп, хакімият ең күшлілердің қолында топланған. Бүткіл дүниядағы хаял қызлар жәмиетлерінде де осыған ұқсас процесті бақылау мүмкін. Топар басшысы спатында көбінше мистикалық һәм діни білімге ие болған кексе хаял таңланады. Мемлекет тарапынан дін қадаған етілген шариатта бұл білім әмелде мистикаменен теңлестірілген. Бұл білімлер әдетте үй жиналысларында, ярым ашық жерлерде жәмәтлік қозғайту, діни хәмде тарихи мирасты сахналастыру, ата-бабалар рухына мұражат ету түрінде берілген. Діни хәмде рухи мәресімлер қадаған етілгенде бұндай әмелиятлар көбінесе көркем өнер түрлеріне айланып, өз кезегінде жаңа мәресімлерді келтіріп шығарған. Өзбекстанда бұл жол көрсетуші хаял қызларды хатте суфизм көзқарасынан да атын айы деп атаған. Атын айы сөзінің этимологиясы анық емес, бірақ бұл атама шығатайшы хаял ямаса мұғалім сөзінен келіп шыққан шығар, бірақ анығырақ түсіндіру мақсатке муафық болар еді. Өзбек тілінде хаял сөзі тек қана хаял емес, ал тұрмыс жолдасы мәнілерінде аңлатады. Бұл атама ахун хаял, яғни білімлі хаял ямаса ата-ана хаял, яғни мұқаддес хаял бірікпелерінен келіп шыққан деген бұл жауларда бар. Атын айы жәмиеттің рухи жетекшісі болған хаялды аңлатқан. Кейде оны еркелетіп атыншы ямаса атын апа деп те атаған. Қазіргі күнде бұл атама діни білімлерге ие хаял, яғни өзіне тән хаял мұғалімді аңлатады. Атын ай орайлық Азия діни хәмде рухи тұрмысындағы хаяллар жетекшілігінің айымғы дәстүрінің тікелей дауамшысы есапланады. Еркеклер софилік брадарлықларында шейх ямаса бірдің статусы рәсми белгіленіп, институционаллық мирас хорлықпенен бірге алып барылған болса, хаял қызлар жаматлерінде бұл роль көбірек бейместіруші тәрізде абырай, жас хәмде жамат тарапынан тән алуы арқалы өткерілген. Атын ай рухи ұстаз уазипасын атқарған. Хаялларды тарихат жолына баслаған дуалар, қосқылар, Құранды дұрыс оқу хәмде суфизм поэзиясын үйреткен. Хаяллар тек
тек күнделікті мәселелерді талқылаған емес, ал діни әмелерді де орынлаған жиналыстар гап айрықша ахметке ие болған. Дәл осы жерде Атнайдың абырайы айқын көрінер еді. Ол сәубетті бағдарлар, оқу темаларын белгілер біргелікте айту үшін қосқыларды таңлар еді. Еркеклердің бірі сияқты Атнайда дүниялық хәмде иләһи әлемлер арасындағы дәлдәлші есапланған. Оның сөзі үлкен тәсірге ие болған. Хаялар ол арқалы мұхаддес білім хәмде берекетке ерседі деп сенген. Ол насихатлауы, ескертуі, тәсілі беруі ямаса керсінше сынға алуы мүмкін. Бұлардың хамесі рухи қызметтің бір бөлегі іспатында қабыл етілетуін еді. Кейбір жағдайларда Атнай хатте бірнеше ауыл ямаса районлардағы хаялар жиынларының бүткіл тармағына басшылық еткен. Оның тәсірі бір шаңарақ ямаса махалленің шеңберінен шығып дерлік институционаллық дәрежедегі шақсқа айланған. Бірақ ол рәсми діни хакимиятқа ие болмаған. Әйне осы жағдай нұхат құбылыс еді. Хаялардың рухи хакимияты рәсми еркеклердің хакимияты менен бір қатар жасап, оны толықтырған хәмде дәстүрлер менен байланысты сақлап қалған. Атнайды суфизм көзқарасынан хаялар бір іспатында көру мүмкін. Оның низамлылығы иерархия хәмде рәсми атақларға емес, ал жәмәттің өз тарапынан оның мұқаддеслігі, білімі хәмде тұрмыслық тәжірибесінің тән алынуына тикарланған рухи жетекші болған. Атнайлық дәрежесіне ерсу жолы рәсми қағидаларға тикарланбаған. Еркеклері суфилік тарихатларындағы инициация ұсыл хәмде қатаң рухи әмелиятлар системасынан парықлы түрде хаялар бұл мақамға басқаша жолменен жеке харизма, діни білім хәмде жәмәттің хүрмет хәм тән алуы арқалы ерскен. Малика Асқарованың өмірі бұл процесті айқын суретлейді. 20-ші ғасыр басларында Ташкентте туылған Малика жаслығынан діни текстілер һәм поэзияға қызығушылық білдірген. Оның дәслепкі қадемлері жергілікті моллалардан тәлім алу һәм суфизм әдебиятын оқу менен байланыслы болса да, оның қалыптасуындегі тикарғы фактор хаял қызлар жиынларын, яғни гапты басқару тәжірибесі болды. Бұл жиынларда ол дәслептің лаушы, соңынан қос оқушы һәм патия беруші болып, уақыттың өтуіменен басшыға айланды. Оның хархилы жас һәмде социалық қатламдағы хаял қызларды бірлестіре алу қабілеті айрықша ахметке ие болды. Ол діни текстілерді апай сөздеріменен түсіндіре алатығын, оларды түсініклі һәмде күнделікті тұрмысқа жақластыра алатығын еді. Бара-бара ол рухи авторитет спатында тән алынды. Хаялар оның алдына тек ибадат мәселелерінде ғана емес, ал шаңарақлық машқалаларда мәслихат сорап келетұғын еді. Оған мұхаддес һәм дүниялық әлемлер арасындағы дәлдәлші спатында mürajaat ететұғын еді. Солай етіп ол қадем-қадем рәсми маресімсіз һәм жоғардан рұқсатсыз Атнайлық дәрежесіне еріскен. Малика Асқарованың тарихы сонынан дерек береді. Атнайның қалыптасуы тайынлау емес, ал тән алу процесі есептелінеді. Тикарғы шартлер діни білім, текстілер менен ислеу шеберлігі, жеке тартымлылық һәмде жәмәтлік рухи орталықты шөлгеместіре алу қабілет еді. Демек, суфизм шеңберінде хаяллар жетекшілігі институционаллық шекаралардан емес, ал әмелият һәм тәжірибеден келіп шыққан. Атнайлық хадисесінің өзіне тәнлігіде әне сонда олардың әрбірі рухи ұстазлық дәрежесіне өзіне тән жолменен еріскен. Атнайы тек қана хаял қызларға ибадат һәмде діни текстілерді үйретпеген, ал халық арасында суфизм дәстүрінің дауам спатында қабыл етілген арнаулы мәресімлерді де өткерген. Көбінесе бұл өмірлік уақияларға бағышланған үй жиынлары болған. Бала туылуы, той, қайтыс болу, жылық мәресімлер. Бұндай жиынларда хаялар бір жерге топланған, дөңгелек құр болып отырған, ал Атнай болса мәресімге ырғақ берген, Құран сүрелері ямаса суфи шайырлардың қосықларын оқи баслаған. Зікірлер, Алланы жәмәт болып яд ету, тербелу, Алланың атларын такрарлау һәм кейде сазлық қосық айту менен өткен мәресім орайлық орынларды иелеген. Бұл әмелиятлар қатынасушыларға рухи бірлік һәмде ішкі пәкленуді сезуге айрықша
жәрдем берген. Бұндан тысқары ата-ана қайтыс болғанларды еске алу менен байланыслы мәресімлерге де басшылық еткен. Ол мархумлардың рухына дуалар оқыған, арнаулы зияпатларға басшылық еткен һәм олардың нышанлық мәнісін түсіндірген. Хаял қызлар үшін бұндай жиынлар тек қана діни қызмет емес, ал жамаатлік қоллап-қуатлау орнына да айланған. Бұл жерде олар жеке кешірмелерін бөліскен, жұбаныш һәмде мәслихатлер алған. Әсіресе ата-ана өткерген маресімлерде тасаввуф қосықшылығы һәм мистикасының элементтері сақланып қалғаны ахметлі. Ол рухи пікірлеуге жол ашатұғын, өмірдің мәнісі һәмде дүнияның өткіншілігі, Құдайға болған мұхаббаттың жоғары мақсат екенлігі хақында сөз ететұғын қосықларды таңлаған. Оның қызметі тек қана діни емес, ал терең мәдени ахметке ие болып, ислам қаделерін жергілікті дәстүрлер мирасыменен үйлестірген. Ата-ана хаял қызлардың діни амелияты һәм рухи мирасқорлығының сақлаушысы вазипасын атқарған. Оның маресімлерінде ибадат, қосықшылық, жамаатлік қосық һәмде зікір элементтері үйлескен болып, бұл оларды сопылық жолының өзіне тән хаял қызлар формасына айландырған. Хаялар жиынларында әсірлер дауамында жаратылған нәрселер апуайы мәресімнен адиур артқымаш еді. Бұл оларды келешектен махрум етпекші болған жерлерде де сенім һәмде қадір қымбатты сақлап қалудың бір ұсылы еді. Ибадат һәмде қосықларда бірлескен хаяллардың дауысы үнсізлік һәмде ұмытылуға қарсы шақырықтай жаңлады. Ата-аналар тек қана ұстазлар емес, ал бәлкім олар өтміш пенен келешекті байланыстырушы көпір еді. Олардың күші рәсми мекемелер һәмде атақларда емес, хаял қызлардың өздеріне болған сенімі һәмде тән алынуында еді. Рухи жетекшіліктің бұл формасы хақиқатлықтың ең кішіпейіл һәмде нәзік көріністерінде жасау мүмкін екенлігін елестететұғын еді. Бірақ тап ұсылар ең шыдамлы болып шығады. Қосықлар, дуалар, ұлыма естеліклер арқалы хаялар тек қана сенімді емес, ал мәдениеттің өзінде өзлерінде сақлап қалған. Бұл бізге рухият тарихы хаял дауыссыз толық болмайтұғынын көрсетіп береді. Олардың дәстүрлері тек қана мирас емес, ал инсан жүрегінің тереңлігін еслестуші нышан болып есептелінеді бәлкім. Әне осы тыныш жиналыстарда мәңгіліктің хақиқи мәнісі аңланады. Кезектегі тарихи дәуірлерде көріскенше саламат болың. Видео сізге ұнаған болса, лайк басың, комментарий жазың һәмде достарыңызға тарқатып қойың. Саламат болың.